Пробежкаға баратырмын. Мынаны киіп алып тағы да. Қалай мен новый толстовкам? Бүгін футболкамен жүгірейін дегенмін, бүгін дала салқындап кетті. Өзіме күшті толстовка сатып алдым, спортивный, чисто для бега, капюшонный. Күшті ғой, киіп аласың, жүгіресің, спортсмендер сияқты. Пробежка, тренировка бітті. Қазір өзімнің любимый кофейныйына барам да, сосын тамақ ішем, кофе с собой и домой. Тамағымды күтіп отырмын. Қазір маған домашний завтрак істеп береді. Анау отырған қыз. Домашний завтрак істеп береді. Сосын кофе аламын с собой. Сосын бір какой-то новый бір блюдо шықты. Блюдо емес, бір какой-то. Қазір көресіңдер, видеоға түсіремін. Лепешка обматанный с сыром деймін, сондай бір нәрсе қазір. Күшті бар ғой, осылай күтіп отырасың ғой. Обслуживать етеді ғой, соны күшті, ұнатам. Особенно қыздар обслуживать еткенде. Алдың алып келеді. Дайын тамақты билеп береді, алып келеді, қояды, сосын обязательно приятного аппетита деп айтады. Күшті өзің бір хозяин сияқты сезесің, жейсің, рахаттанып. Бүгін сатып алған толстовкам ғой. Әжептәуір қылдырып біліп қойдым мына жерге. Adidas дейді. Как красиво. Сырники где-то делаются, да? Ага, отлично. Мінекей, қазір сырники дайын болды еще. Мынау ғой мен айтқан жаңа. Отлично, спасибо. Қазір жеймізден рахатқа батып тұрып. Ас болсын. Мінекей мынандай сырник алып келді. Біреу шығар деп ойлағанмын, төртеу екен оказывается. Не деген әдемі да? Күшті қылдырып сахарный пудрамен істеп қойған ғой. Тойып жатырмын уже. Новый районнан жеу керек. Мынандай свежий блины жейсің ғой. Мощный екен. Такой жирненький. И такой басасың ғой, мягкий уже көрдің, сметанасымен. Biraz ыстық бауырсақ жеп жатқан сияқтысың.